Абай трудно сойти. Ертек мақұлшақ, ертең жауап. Ал ертегі болғанда ертек қадайды ма? Ертек қадайды ма? Мақұлшақ қадайды ма? Ертең абай деген кезде содан кейін сөзінің жаттығы байып емес, оны сұрап отырған тұрғызбай емес, оны сұрап ойында көпшілікті емес. Ертең 10 сағат үйренуге көрсететін емес. Апа, жаныма отырыңызшы, мен сізге сұрақ қояйын. Жарайды, қасыма отырайын. Қандай сұрақ қояйын деп едің маған? Апа, баяғыда қай жылы дүниеге келді? Қателеспесем, 1845 жылы 10 тамызда дүниеге келген. Ал мен саған сұрақ қояйыншы? Абай атамызға есептеп қарасақ, осы жыл неше жыл мерейтойы тойлады? 175 жылғы мерейтойы тойланды. Абай ата шын есімі кім? Абай атаның шын есімі Ибрахим. Содан кейін оны Абай атап кеткен. Кел, одан да Абай атамыздың кітабын оқиық. Қара.